Biz konkurenттің рекламасын, креативтерін көретін боламыз. Ол үшін Google-ға немесе Францияға кіресіздер. Любой интернет доступы бар. Оны кіріп іздейсіздер. Мына жерден Facebook библиотека деп жазасыздар. Жазғаннан кейін отырған бірінші строчканы басасыздар. Библиотека рекламе деген жерде. Осы жерден мына жерде елді таңдайтын боламыз. Қазақстан қалаған еліңізді таңдайсыздар. Енді ең қажеттісі бізге Қазақстан, Россия деген сияқты сондай елдер. Қазір мен Қазақстаннан іздейтін боламын, Қазақстанның рекламаларын. И обязательно мына жерде все объявления деп жазғанды таңдайтын боласыздар. Өйткені ол таңдалмаса, мына жерде поисковый строчкада жазылмайтын болады. Мен қазір подаркаларды іздейтін боламын. Бізде қазір жаңа жылға қандай подаркалар іздейтін боламын. Мына жерде қазір қосылып тұрған рекламалар мені Инстаграмда именно вроде ТикТокты көрсетпейді, тек Инстаграмдағы қосылып тұрған рекламалар. Мына жерде қандай видеороликтер немесе ленталар қойылған, фотолар қойылған, және де бұл жерде конкретті рекламасын қалай басып көрсеңіздер де болады. Қандай музыка қойылды, қандай текстер қойылды. Осылай көре аласыздар, және де информация объявление деп жазсаңыз, бассаңыздар, бұл жерде осылай үлкен түрде шығатын болады. Мына жерден көре аласыздар. Мына жерде егер сіздерде доступ ашылса, ол кезде Инстаграмның қандай Инстаграм бар екенін де көрсеңіздер де болады. Мына жерден так смотреть объявление деп бассаңыздар да болады. Так, мына жерде. Бұл жерден конкуренттер қандай реклама жіберіп жатыр, және де қандай артықшылықтар жазған, қандай триггерлер қойған, қандай скидка берілген, қандай жаңағы фотолар қойылды деген сияқты. Осындай нәрселерді көре аласыздар. Және де бұл жердегі сурет видеоларды сақтап алсаңыздар да болады. Мысалы, кейбір жағдайларда болады. Осы неге қарап істегіңіз келеді, түптерін алғыңыз келеді деген сияқты. Немесе триггерлерін қосыңыз келеді, сол кезде осылай сохранить картинку как деп басып, сохранить етіп алсаңыздар болады. Және де мына тұрған астындағы тексттерді, не жазылған описанияларды, қандай сөздер жазылды, соның бәрін көріп алсаңыздар болады, не жазуға болады деген кейде идея таппасаңыздар, осы жерден қарап көре аласыздар. Астыңғы жақта тұрған штучкаларды бассаңыз, ары қарай ашылатын болады не жазылғаны. Және де мысалы басқа нишаға іздейтін болсақ, подарка емес, не бір тағы салон көрсетеді. Салон или массаж деп тұрған. Детский массаж жасап жібергіңіз кетсе. Салон кетті, қазір істей берейік. Интернет шамалы жай істеп тұрған менде. Салонда мұнты. Салон емес, наверное, менде светі шығып тұрған. Сіздер анықтау жасаңыздар болады, енді салон красоты деген сияқты. Мына жерде барлығы алға шықты мына жерде. Мысалы, шашқа байлататын жерде ашып осылай көре аласыздар. Мына жерде қалай реклама қосылып тұр ма, осы жерден активно деп тұрса, яғни реклама қосылып тұр деген сөз. Информацияны білмей десеңіздер, кейбір кездерде бір ғана емес, бірнеше рекламалар беріледі. Сол сияқты информациялар көре аласыздар. Және де информация ол рекламодатели деп бассаңыздар, бұл жерден Инстаграм шығатын болады. Егер көргілеріңіз келсе, бұл жерден рекламаны көруге болады. Тағы бір жолын көрсететін боламын, Инстаграмнан көре аласыздар. Конкуренттердің рекламасын көресіздер. Мына жерде Инстаграмның көріп алып, жақта бірнеше мысалы баннер жасаған болса, бұл жерден көре аласыздар. Бұл жерде шықпайтын болса, көбісі скривать етіп қояды, енді конкуренттерге көрсеткісі келмейді. Сол себепті сол жақтан көрсеңіздер болады. Мына тұрған барлық рекламаларын қосып тұр. Бірінші жолды сіздерге арқылы плей арқылы көруді көрсеттім. Сол арқылы да идеялар іздесеңіздер болады. Бірақ ол жерде көбіне платный болғандықтан тек қана аз ғана реклама шығады кейде. Егер таппай жатсаңыздар, яғни Қазақстаннан идея шықпай қалған жағдай болса, өзге басқа елді көрсеңіздер де болады. Тек қана Қазақстан екенде басқа Россияны, Украинаны көрсеңіздер де болады. Бізде шамалы жақындау деген сияқты. Ташкенттің рекламасы бойынша бізде Ташкентті көрсеңіздер де болады. Деген информацияны сол себепті өзіңізге жақын елдерді таңдап көрсеңіздер болады.